Монополия дегенimiz не? Bir жыл бұрын ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанды монополиясыздандыру керектігін хабарлады. Нәтиже қандай болуы керек? Монополия елге қалай зиян тигізеді? Неліктен достарыңызбен ойнауға отырғанда бәрі міндетті түрде ұрысып қалады? Қалжың, әрине бұл ойын туралы емес, бизнес пен саясат жайлы. Википедияға кірсек келесі анықтаманы көретін боламыз. Монополия нарықтағы ұсыныстың бағасы мен көлемін бақылауды жүзеге асыратын. Сондықтан ұсыныстың көлемі мен бағасын немесе авторлық құқыққа, патентке, сауда белгісіне немесе мемлекеттің жасанды монополия құруына байланысты айрықша құқықты таңдау арқылы пайданы барынша арттыруға қабілетті ұйым және бла-бла-бла. Тым көп ақылды сөздер. Оны анықтап алайық. Монополия бұл экономиканың белгілі бір саласын бақылау бір субъекттің қолында болатын нарықтық құрылым. Монополияның белгілері тауарларды немесе қызметтерді бір өнім беруші жүзеге асырады. Ол бағаны анықтайды және нарықтағы өнім көлемін бақылайды. Ұқсас өнімдердің өндірушілері өз саласында қызмет ету үшін әртүрлі кедергілерге тап болады. Монополистке жарнама қажет емес. Монополияның 4 түрі болады. Табиғи. Бұлар экономика үшін маңызды салаларда кездеседі. Олардағы таза бәсекелестік техникалық себептерге байланысты қауіпті немесе мүлден мүмкін емес. Мысал ретінде, Қазақстан темір жолын келтіруге болады. Егер бірнеше компания айналысса, темір жол бойындағы хаос қандай болатынын елестетіп көріңіз. Жасанды монополияны нарықтың ірі ойыншылары мақсатты түрде жасайды. Олардың мақсаты шағын бәсекелестерді ығыстырып, саланы бақылауға алу. Ол үшін олар бағаны күрт төмендетеді. Осылайша бәсекелестер банкроттыққа ұшырайды. Монополиялар заңдардағы олқылықтарды да пайдалана алады. Ашық монополия. Нарық құрылымының бұл түрі уақытша. Ол теңдесі жоқ инновациялық әзірлемелермен байланысты. Оларды бірінші болып жүзеге асырған компания таза монополистке айналады. Бірақ бәсекелестер оның дәрежесіне жетіп, нарықты өзара бөліскенше ғана. Мысалы, Apple бірінші болып мультисенсорды жасады және басқа компаниялар ұқсас технологияларды жасағанға дейін олардың бәсекелестері болмады. Мемлекеттік немесе жабық бақылауды жүзеге асыруды жеңілдету үшін экономиканың стратегиялық маңызды секторларын мемлекет монополиялайды. Мысалы, Қазақстандағы жалғыз ақша эмитенті Ұлттық банк. Бұл бәсекелестік орынсыз болатын сала. Монополиялар бірінші кезекте тұтынушыларға әсер етеді. Бағаның жеткіліксіздігі, сапасыз тауар немесе тіпті оның тапшылығы монополиялардың болуының нәтижесі болып табылады. Қазақстанда монополияға қарсы комитет монополиямен күресіп жатыр. Ол қолданыстағы табиғи монополиялық құрылымдардың жұмысын, өндірушілердің баға саясатын, мемлекеттік органдар жүзеге асыратын ақылы қызметтерге баға белгілеуді және тағы да басқаларын реттейді.